Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Жақында болатын құдалығымызға арнап осындай 60 дана қоржын дайындаған болатынмын. Бүгін соны сіздерге үйретемін. Қоржынның жоғарғы бөлігінде осындай жібі болады. Ішіне не салсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Менде осындай неше түрлі браслет, машинка, заколка секілді ойыншықтар, сағыз және бетіне конфеттер салатын боламын. Ең алдымен қалаған түсіңізде осындай барқыт матасын алатын боласыздар және матаға жабысатын осындай оюды аласыздар. Мен осындай ұзын түрін алған болатынмын, оны екіге бөлдім. Ал кішкентай түрін алсаңыздар сіздерге қымбатқа шығып кетеді. Одан кейін осындай жіп алған болатынмын алтын түсте. Және матаға түстес жібіміз, метровкамыз, борымыз және қайшымыз қажет болады. Мен матамнан 1,5 ұзындықты алған болатынмын. Сол ұзындықта кромкасын қиып тастап, одан 24 см өлшеп, түзеу етіп қиып алдым. Одан соң осылай 18 см өлшеп, оны да түзеу сызықпен сызып, осыны да қиып алатын боламыз. Сонда сіздерде 24-те 18 деген осындай бөлік шығатын болады. Одан 24 сантиметрлік жағынан 1,5 см ішке қарай қайырып, оны үтіктеп алатын боламыз. Және сол бойды машинкамызбен тігіп аламыз. Одан соң осылай артқа қарай қайырып, ашық бөліктерін де тігіп аламыз. Сонда бізде 15-те 10 сантиметрлік қоржынымыз дайын болады. Барқыт матамыздың екі түрі болады. Бір түрінің іші қара, ал сыртқы беті сіз таңдаған түсте болады. Ал екіншісі мына менікіндей, сырты қандай жасыл болса, іші де сондай жасыл болады. Сіздерге осы түрін таңдауға кеңес беремін. Себебі бұл түр өзінің формасын жақсы сақтап тұрады. Машинкамен тіккен кезде тігістің басында және соңында закрепка беруді ұмытпаңыздар. Қоржынымызды тігіп болғаннан кейін осындай төменгі бөліктерін, бұрыштарын қиып тастайтын боламыз. Сол кезде бұрыштары жақсы формада тұратын болады айналдырған кезде. Дайын қоржынымызға енді осындай оюымызды жабыстыратын боламыз. Оюымызды екіге ең алдымен бөліп аламыз. Егер сіздерде бөлетін ою болса, бөлетін ою болмаса, бірден жабыстыратын боласыздар. Үтегіңізді қыздырып қоясыз да, оюыңызды бетіне қойып, үстінен бірнеше рет басатын боламыз. Сол кезде оюымыз өзі жабысып қалатын болады. Енді манағы алтын түсті жібімізден өзімізге қалаған ұзындықта қиып алатын боламыз. Мен 30 см алған болатынмын. 30 см қиып алып, екі шетін түйіншектеп, кішкене күйдіріп жіберсеңіздер болады. Жібіміз қоржынымыздан айырылып қалмау үшін осындай бөлігінен дәл сондай түстес жіппен бірнеше рет тігіп жіберетін боламыз. Сол кезде жібіңіз мықтап тұратын болады. Міне осылайша тойбастар қоржынымыз дайын болды. Бұл қоржын кез келген тойдың сәнін ашып тұратын болады. Бүгінгі видеом сіздерге ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп, сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Сіздермен мен Аяулым Марысқызы. Алған білімдеріңіз қайырлы болсын.